Сәлем достар. Бүгін біз сендерге 2021 жылы Испанияда шыққан «Төсек, махаббат және өтірік» деп аталатын керемет драмалық фильмге шолу дайындадық. Может, зайдем к тебе и пройдем одну дорожку? Но только если Тони тоже пойдет. Мы пойдем втроем, Тони, ты и я. Ника мен Тони екі жан дос. Олар бір фестивальға баруды армандап жүр, бірақ қаржылық мәселелерге орай бұл мүмкін емес. Ақылды әрі пысық Ника досына оқуға деген ақшаны шешіп алып, көңіл көтеретін синтетикалық таблеткаларды алып, сатып үстінен пайда көруді ұсынады. Тони мұндай ойға келіспей. Себебі жақын арада полиция осындай бір кішкентай алып сатарды ұстап алып, теміп торға отырғызған болатын. Достар мәселелерін шеше алмай жатса, бас атты қыз өз қарым-қатынасында қиындықтарға тап болып жатты. Дәрілер қабылдап семіріп кеткендіктен, жігіт айналасындағы қыздарға көп мән беретін болыпты. Жігіт болашағы жарқын әншілердің бірі еді. Бірақ ақонтаққа деген тәуелділігі барлығын құртты. Бірақ соған қарамастан қыздардың назарында және сексуалдылығын жоғалтқан сүйкүйісі үшін жігіт керемет жылдарын жоғалтып алғысы келмейтін. Соңынан күткендей жігіт басты тастап, басқа қыздардың күлкісіне қалдырады. Қыз уалғаннан әжетханаға тығылып қашып құтылады. Кішігірім лас таблеткалар сатумен айналысатын Соня бұл істен ақыры шығып, тыныш өмір сүргісі келеді. Бірақ алдымен жақсы ақша жасап алуы керек. Қыз кезекті тауарларын алып жақын маңдағы клубқа аттанады. Бұл жерде Тони мен Ника өзімен бірге Мария атты құрбысын алып көңіл көтеруде. Бас пен құрбысы да осында жиналған стресстерін шығарып жатты. Карлос та клубта таблеткалар сатып алу үшін бір қызға қырындап жатқан. Карло құрбысы бұрынғы жігітін көріп, қайда жыламас үшін шетке алып кетеді. Құрбысының қасында қалып көңіл көтерудің орнына Карлоспен оңаша сөйлесуді шешеді. Әжетханада біз Карло мейірімді жанашыр құрбы ғана емес, кез келген жерде Карлоспен қатынасқа түсе беретін көңілдес екенін білеміз. Олар сол жердің өзінде қатынасқа түсіп алады. Бұл уақытта тұйық, ұялшақ Мария дөрекі Леомен танысады. Ол бұрын модель болып жұмыс істегендіктен кез келген адамға жол таба алатын. Осылайша Марияны әжетханаға қосылуға шақырады. Басқа адамдардың көзіне көрінбей таблетка қабылдаймыз деп ойлаған Мария келсе. Оңаша қалған қыздар ақонтақтан бөлек өздерінің жасырын хоббилерімен де айналысады. Карлоспен білгенін жасап келген Карло достық парызын есіне түсіріп, құрбысы бастан тек сүйкімсіз қыздар жиналып жатқан би алаңынан кетуді өтінеді. Тауарларын сатып болған Соня кеткелі жатқанда Пабло есімді кедей жігітпен жолығып қалады. Жігіттің ақшасы дым жоқ. Соған қарамастан тыйым салынған заттарды тегін беруін сұрай береді. Қыз басында бас тартады. Жігіт соған қарамастан дегеніне жетіп, тіпті одан да көп зат алады. Соня Паблоны үйіне шақырады. Ал бір-екі таблетка қабылдаған соң жұп махаббатпен айналысады. Таңертең барлығы қарапайым өміріне оралады. Лео макияжын сүртіп тастап жұмысына жиналады. Тони шайқаған түннен соң демалып жатты, тек Карлостан басқа. Ол қолына түскенін қолданып әрі қарай қуып жатты. Бас болса клубтан соң жұмыстан кешігіп келеді. Бастығы оны ұрсып, бұғатты сөздер айтады да кешіккені үшін ғана емес, семіріп кеткені үшін жұмыстан қуып жібереді. Қыз құрбысына келіп барлығын жылап айтып береді. Сонда да қыздың аузы тамақтан тоқтар емес. Өз оңбай тұрған жағдайды өршіте түседі. Карло құрбысын тыныштандырып, басшысын сотқа бере алатын адвокат бұғуға хабарласып, әділдікті қайта қалпына келтіруге тырысып көруді шешеді. Ал мына жақта Лео мен Мария кездесіп, кеше клубтағы болған оқиға қате болды деседі. Екеуіне де ұлдар ұнайтын, сондықтан тек дос бола аламыз деп шешеді. Бұл оқиғаны атап өтпек болған Лео жаңа құрбысын үйіне шақырады. Себебі Лео көп жылдар бойы жалғыздықта өмір сүретін, тіпті оның жақын достары да қалмаған болатын. Бұдан соң Мария Леоға сене бастап, өзі үй іші жайлы айтып береді. Алайда кенет олардың әңгімесін Леоның айырылысып кеткен бұрынғы құрбысы келіп бөліп жібереді. Себебі ол қызда өзі сияқты жеңілтекті еді. Мария жаңа құрбысының ешқашан өзгермейтінін түсініп, көңілі қалып үйіне кетіп қалады. Үйге қайтып жатып Ник әкесінің қайта өлгенше ішіп жатқанын көреді. Мұндай жағдайда өмір сүргісі келмейтін Ник Тониге қайта таблеткаларды алып сатып ақша табуды ұсынады. Тони досы үшін ақыры не боларын ойламай тәуекелге бел байлайды. Мария мен Тони жатақханаға оралғанда бір-бірімен өз уайымдары мен сырларын бөліседі. Себебі олар бала кезден бастап айырылмас дос болатын. Бұл уақытта Ник Сонямен кездесіп 500 евроға тауар сатып алады. Соня базардағы бағадан төмен беруге дайын, себебі істен шыққалы жатыр. Ең жақын досы түрмеде, кепілдігінің ақшасын жинаған Соня енді жаңа өмір бастамақ еді. Кешке қызыл көйлегіне зорға сыйған басқа қарағанда, Карлоға көңілі бар Бубу атты жігіт келеді. Бірінші рет жыртылып кетейін деп жатқан көйлектегі қызға Бубу мән бермейді. Әңгімелері жараспай тіпті бір-біріне қарамайды. Бірақ Карло сусындарына бір-екі таблетка қосып атмосфераны өзгертуді шешеді. Бұл уақытта Мария мен Тони сырласуларын жалғастырып жатты. Олар өмірлерінде әлі бір рет ғашық болып көрмепті. Мария да Леоға ғашық болып қалғанды, бірақ жақын арада Элинамен айырылысқандықтан жүруге дайын емес деп ойлайтын. Мына жақа Карло дайындап берген коктейльден соң Бубу мен бас ояна бастайды. Сондықтан қыз олардың жақын танысуларына кедергі жасамайын деп шығып кетеді. Қыз кете салысымен жұп сүйісіп қатынасқа түсуді шешеді.
Бастың астында мыжылып қалудан қорыққан Бубу жоғарыда болуды ұйғарады. Біраз өте қыз соншалықты семіз болғандықтан ештеңе сезбей жатырмын ба деп жылайды. Бірақ жігіт бәрі енді басталып жатқанын айтып тыныштандырады. Карло Карлосқа қоңырау шалып жақсы көрген адамының жанында болуды шешеді. Бірақ әншінің үйіне келіп кезекті көңілдесімен бірге болғанын көреді. Алайда өтіріктермен көзге шөп салғанына қарамастан Карлос тастар емес, Карлосқа ақ ұнтақ қабылдауды қоюға кеңес береді. Себебі ендігі мұрнынан қан кетіп жатқан. Соня болса өзінен шығып таблеткаларды қолданып жатқанда Тони мен Ник сәтті түрде бизнестерін жасап жатты. Олар тауардың жартысын сатып болып көңіл көтеруді шешеді. Бір қыз оларға үшеу болып махаббатпен айналысуды ұсынады. Тони Никті әрең дегенде ақыры көндіреді. Оңаша қалғанда үшеуі ұялшақ болып шығады, бірақ өз жоспарларынан қайтпайды. Сөйтсек олар бір қызды сүйіп қалған екен, сол үшін дәті бармай не істерін білмей жатқан. Досының кесірінен жауапсыз махаббаттан жүрегі жаралы Тони жаңбыр астында үйіне қайтады. Бұл уақытта шарасыз Лео келіп Мариядан кешірім сұрайды. Басында Мария келіспей бетін қайтарып жібереді, бірақ ойынан тез айнып соңынан шығады. Барлық қорқынышты ысырып тастап қыздар бірге бола алатындарын түсінеді. Енді олар ажырамас құрбы болды. Бірақ та Соня тағы да алданып жас әрі тартымды Пабломен уақыт өткізеді. Ол досының түрмеден қашып шығуын ұйымдастырудан бастап бәріне дайын болатын. Бірақ бұл тек бетперде. Соняның досына арнап ақша жинап жатқанын білген жігіт түнде қыз ұйықтап жатқанда барлығын алып кетіп қалады. Жинаған ақшалары жоқ екенін көрген Соня қайта таблеткалар сатып алуға барады. Ал жақын досынан көңілі қалған Тониден басқа бәрі көңіл көтеріп жатты. Тони мұның музыка және таблеткалар арқылы баспақ болды. Клубтағы кезекті бір келуші жігіттің басын айналдырып шетке алып кетеді. Таблеткалардың әсерінен бе Тонидің көзіне бұл ер адам сүйікті қызы болып көрінеді. Ал таңертең Карло Бубу мен бас түнді бірге өткізіп қана қоймай үйленуді шешкенін біледі. Қыз семіз құрбысына ойлануды ұсынады. Себебі Бубу көптеген тәуелділігі бар есі-уас бала болатын. Бубу қызды семіз күйінде қабылдағандықтан бәріне дайын екенін айтып қоймайды. Тони кешке келіп қолына түскен дүниелерді пайдалана бастайды. Соңынан тіпті жомарттық танытып бәріне сатып алған таблеткаларын тарата бастайды. Мұнда Карлос кезекті көңілдесімен танысып жатты. Тіпті Карлоның көзінде жаңа қызды әжетханаға алып кіріп кетеді. Карлостың көз алдында ұялмай шөп салғаны Карлоның жүрегін жаралайды. Карло Тонидің қасына келіп отырады. Тони қызға соңғы таблетканы ұсынады. Қабылдаған синтетикалық заттардан Тонидің нашарлап жатқан жағдайын көрген Карло жігітке таза ауаға алып шығады. Мұнда Тонидің жағдайы тіпті назарлап қабылдаған заттарының кесірінен қатты қиналып, сол жерде қайтыс болады. Мұны Лео мен Ник көріп көмекке келеді, бірақ бәрі кеш. Ник досының суық денесін құшақтап жылайды. Жедел жәрдем көлігі мен полиция қызметкерлері де келіп жатты. Мұны сыртынан көрген Соня өзін кінәлі сезініп, полиция келіп жатқандықтан тез кетіп қалады. Арадан біраз уақыт өте Ник, Мария және Карло Тониді еске алып жағалауда отырады. Ник досынан кешіріп сұрап жылап, аруағымен қоштасады. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу туралы не айтасыздар? Пікір қалдырып кетіңіз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.